Мынау болатын болса, мысалы 3000 теңгелік осындай. Бірақ Қазақстан мемлекетінен де керекті шикізаттар болып қала ма? 100 КАМАЗ тауарды зауытта сатылып жатыр. Осы ИУ сауда орталығының ауқымда дамып келе жатқаны көрініп тұр да, бұл жерде астында ремонттар жүргізіліп жатыр. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін қазір ИУ деген сауда орталығына барам. Соның ішінде де біраз нәрсе заттар бар екен. Соның үшін аралап көрсететін боламын. Құрметті көрермен, сіздерге тағы бір айтатын кеңес. Егер осы МЦПС-ке Қарғосқа келіп жатсаңыздар, осы жерде Домфан деген 25 этаждық гостиница бар мынау. Осы жерден алыңыздар. Осы жерде арзан 8 мыңға, 7 мыңға, 6 мыңға табуға болады. Ал басқа жерлеріне баратын болсаңыздар 15 мың, 20 мың қымбат. Мына жерде жақсы былайынша қолжетімді бағада 8 мыңнан, 7 мыңнан күніне табуға болады. Аты Домфан деп іздеп келсеңіздер болады. Сіздерге кеңесім болсын. Теңге 135 мың теңге екен. Теңге 28 тысяч? 28, 38. Теңге да? Теңге 28 мың дейді. Алло. Мынау 38 мың дейді. Ассалаумағалейкум. Ассалам, қалың қалай десақ жақсы ма? Жақсы. Есімім Дабыр болады, осы ИУ сауда орталығында жұмыс істеймін. Мұхаммед Ханафия. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Айта беріңіз. Біздің ИУ сауда орталығы негізі 2012 жылы бастап салынған. 2015-те жұмысқа бірден кірісіп, уже зат сататын кісілер келіп өшірге зат сатып жұмыстарын бастап кеткен. Ал енді осы МЦПС-дің ішін айта кетейін. МЦПС-дің іші Қазақстан менен Қытайдың ортасындағы үлкен Азия бойынша ықпалы бар сауда орталықтың бірі. Өйткені бізден осы МЦПС-ке және де осы ИУ сауда орталығына келетін кісілер Өзбекстаннан және де Қазақстаннан, сосын Қырғызстаннан, Стан елдерінен Орта Азиядағы ықпалы бар және де осы жаңадан сауда істейміз деп ойлап келеді. Мысалы, кейбір кісілер өзіміздің дүкеніміз ашырсақ деп келеді. Қалай жұмыс бастап келсек, бірден қандай пайдалы жағын осы жаққа іздеп келіп, көріп, заттарды көріп, сапаларын көріп бірден. Сөнегөйін Алматыға мен барып, бағасын Бараховка базарына мысалы баратта екен, бағасын салыстырып кәдімгідей. Міне жердің бағасы қалай, анаяқтың бағасы қалай, өнеге мысалы Қырғызстанға барып, бағаларын салыстыратын кісілер болады. Бізде тек қана бір рет келіп, зат алып кетіп, келесі жол жоқ болып кеткен, ондай клиенттер жоқ. Көбінесе бір рет келеді, уже алуға ниеттеніп келеді, зат ұнайды, апарып сатады, бір реттен кейін тағы да келіп, сөйтіп 4-5 рет осы ашылғаннан бір келген адамды өзіне баурап алады. Иә, сол артықшылық жерлерде де сол ма деп ойлаймын өзім. Осы ИУ сауда орталығының негізі ішін бірінші этаждан 5-ші этажға дейін мен барлығын сіздерге таныстырып өтейін. Таныстырып өтеміз. Әрине, қазір енді адам онша аз, сосын көп жер жабылып қалған. Неге десеңіздер, өйткені кешегі 3 жылдық карантин кезінде бәрі тоқтап қалды, иә?
Қытайдың енді 3 жылдық карантин мезгілінде Қытайдың көп заводтары жабылған, және де осындай дүкен ашатын, өзінің саудасын істеп жүргендерге кәдімгі 3 жылдық карантин уақытында ықпал етіп, сол карантин себебінен олар көшіп шыққан, немесе осы сауда орталықта істемейтін болып шыққан. Енді қазіргі мезгілдегі жағдайын айта кетейін. Мен осы ИУ сауда орталығының жағдайын айта кетейін. ИУ сауда орталығы енді ашылғаннан мінекей 3 айдың жүзі болды десек болады. 3 айдан бері кәдімгідей ықпалы бар, ықпал етіп жатыр. Өйткені Қырғызстаннан келіп, әлгіндей группаларменен, немесе өзіміздің Қазақстаннан, Қарағандыдан келіп, Алматыдан, Шымкенттен группалармен, автобуспен келіп, өздері саяхаттап осы жаққа Қытайдың қаласын көргендей болып, сөйтіп кетіп жатқан кісілер өте көп. Тауар алып, мен жұмыс бастаймын, бірден алып осы жаз мезгілінде жұмыс қалай бастасам болады, өнеген киім масам бола ма, жоқ, бітәуі техника, үйге істететін, кухняға істететін заттарды алып, қалай бірден сауда жасап кетсем деген кісілер жақсы ниетпенен, жақсы ойменен келіп, осы ИУ сауда орталығына заттарын көріп, өнімдерін көріп. Енді айта кететін жағдай, бізде қазір Сокани деген ферма, бір ғана ферма болып тұр, бірақ соның ықпалы жақсы болып жатыр. Өйткені барақотқада мысалы дүнген кісілер сатады, ол кісілер біресе баға қосып жүреді да, ал міне жер болатын болса баға қоспаған, ешқандай құры зауыттың бағасымен келген. Ал енді не үшін зауыттың бағасымен кеп сатылып жатыр, үштікте баса да сол баға. Мысалы бізде паровой түктер бар, 2700 теңгеден басталатын, 2500 теңгеден, 2000-нан басталатын паровой түктер бар. Оның барлығын біраздан кейін көрсетіп, осы видеоңызда сіз көрсететін боласыз, және де осы сауда орталықты барлығын таныстырып шығаратын боласыз. Мен айтайын дегенім сол, бір марканың өзі кәдімгідей ықпал етіп, адам саны күннен күнге көтеріліп келе жатыр. Ауқымды дамып келе жатыр. Бұл бір марканың өзі кәдімгідей ықпал етіп жатыр да. Енді бұйырса, ана жақтан бағанекте көрдіңіз, сізге айттым. Оны тағда да бір рет көретін боламыз сіздердің алдыларыңызда. Ремонт жасалып келеді. Сұрағым бар, бір қоя кетейін. Бұл жерде бутиктердің енді мысалға егесі Қытай азаматы болады екен да, бірақ сатушысы қазақ, ұйғыр болады екен, соның неге екенін айтып жүрсеңіз, мына көрермендерге, себебі Орта Азиядан келетін, мысалы жаңағы өзің айтқандай ислам мемлекеттерінен келетін адамдарға бұл түсіндіріп беру үшін ба, қалай мысалға? Әрине тіл жағы негізі басты себеп деп ойлаймын. Өйткені істеп жатқан адамдардың көбінесе сіз көріктіңіз, сол қазақ кісілер істеп жүр көбінесе. Өзіміздің Қазақстанның азаматтары қазір осы ИУ зданияның ішінде негізі 30-дан астам адамды жұмыспен қамтамасыз етіп жатыр. Өздерінің нәпақасын тауып, кәдімгідей күнделікті 15 мың, 20 мың теңге ақшасын осы жерден тауып, заттары мысалы упаковка, сосын елдерге зат көтерісіп, таза, адал еңбекпенен, өздерінің маңдай теріменен тауып ақшаларын кәдімгідей біраз деңгей, және де өзінің осы ақшасын, күнделікті ақшасын тауып жүрген кісілер бар, жігіттер. Мен болатын болсам, осы ИУ сауда орталығының бүткіл 1-ден 5-ке дейін қазақ жақта істеймін, бірақ мен өзім қытайша білем. Қытайда туылғам. 2018 жылы мен Қазақстанға өткем. Қазақстанға бірден өттік, азаматтық куәлікке тапсырдым. Сосын барлық Қазақстан, әрине берді. Қазір сояқтың азаматсыз ғой? Қазір Қазақстанның азаматым. 2019 жылы мен карантиннен бұрын 1 жыл логистика компаниясын аштым өзім. Қазірде оқыған дос балаларым болды. Соларды айтыншын балалар, тәрбиет жіберетін балалар болды. Барлығын басын қосып өзім достарымменен 5 адам жұмыс істедік. Бізде 6 қыз бала болды.
Алгындай жооп кайтарып немнетип отуратын компьютердин алдында. Мисалы клиенттер сурайды, ана затты. Негизи менин басты максатым дәл мен сыяктуу жаштар Кытай менен кандай жумуш жасоо багытында, логистика саласында, логистика мына тасымал жагында кандай жумуш баштоого болот деген эң басты максатым логистика компаниясын жүргүзүүгө көңүл бөлгөм кезинде. Сосын карантин себебинен онун баардыгы токтоп кийин туура болмай команданын баарын таркаттык. Енді қазір осыны нелер таныстырамызбы? Таныстырамыз. Мен өзү келип өз жүргө истегениме 3 ай болду. Мен Кытайда, Казакстанда бир агамыз болду. Ошол киши Кытайга осы жердин сауда орталыктын башчысына чыгып, өстүп Табыр деген бауырымыз бар еді, соны тарсақ, сол келіп істесе өз жерден кандай сербестик жасайсыңдар деп сөйтіп бірден шықты. Сол себептен келіп өз жерде істеп жатырмын. Біздің бауырларымыз бар екен, әпкелеріміз де бар екен. Олар бір қазіргі таңда Кореяға болмаса Англияға жан-жаққа шығып жұмыс істеп жатыр ғой, мысалға ше. Ол кісілер де сол сияқты Қытайға келіп жұмыс істейді екен да. Бірақ сол кісілердің табыс айлықтарын орташа немен айтып жіберсеңіз, орташа есеппен. Орташа есеппенен мысалы 200 000 теңге мысалы дүкенде сатушы болып істейді, және де тамағын көтереді, бұл жерден бірінші тамағын көтереді, жатын орнын көтереді. Біздің алдымызда өзіміздің осы ИУ зданиясының жатағы бар. ИУ сауда орталығының жатағы бар. Сол жақта жұмысшыларға арнайы жасаған жатақтары сол жерге барып бірден жатып орналасады. Енді өзінің талантына қартай, мысалы затты қалай сатады, өзінің принципі бар. Ортадан мысалы мөлшеріменен 350 000 400 000 айлық Қазақстан азаматы осы ИУ сауда орталығынан тауып алуға мүмкіншілік бар. Былай десек болады. Көрдіңіздер ғой? Осылай да жұмыс істеуге болады екен. Онда жүріңіз, таныстырайық, барлығын бірден көрсетейік. Сіз енді өзіңіз айтып отырыңыз, мен жүріп отырамын. Мынау біздің Сокани деген фирманың, енді бұл үлкен марка. Қалай үлкен десеңіздер, бұл бір күндің өзінде негізі әлем бойынша 100 КАМАЗ. 100 КАМАЗ сондай тауарды заводта сатылып жатыр екен. 100 КАМАЗ? 100 КАМАЗ. Ал енді Қазақстанға баратын шамамен бір аптада 3 КАМАЗ барады екен, бір аптасына. Енді бізге ол Сокани деген фирма дедіңіз ғой. Ода енді оның ішінде әртүрлі заттар бар ма? Мысалға қалай айтсақ болады? Сокани деген фирмада көбінесе мысалы біздің шашылатын машинкадан басталады. Сосын фендер бар, сосын ана жақта үтіктер бар. Барлық заттарымызды бір-бірден таныстырып кетейін мен. Бағалары арзан. Қалай арзан десеңіздер, мысалы заводтың бағасында тұрғаннан кейін 1500 теңгеден мынандай чашты үтіктейтін затты ала аласыздар. Келсеңіздер мысалы. Штугы 1500-ден екен. 1500 теңгеде. Ол енді бізде утишок десе керек бұндайды. Мен өзім әйел адамдардың заттарын онша біле бермеймін. Но шамалы бір қағатым бар әйтеуір. Менде де былай жай хабар бар, бірақ енді жаңа сіз айтып отырсыз, Сокани деген фирма жақсы деп. Былай өзінің қапталуы нелері де жақсы екен былайша, фирманың қорабы да, сыртын дизайны мысалы көрсеңіздер болады. Дизайны өте керемет. Бұның бағасы 3000 теңге тұрады. Ал енді мына қорапкадегі негіз сауғаға, семьяға жақсырағын енді әр нәрсе бағасына қартай, сапасы да сондай болады. Көрсеңіздер болады. Бұның бағасы 5300 теңге мынандай. Сокани деген фирманың заты өте сапалы, сапасына негізі 1 жылдық гарантиясымен кепілдігі бар. Кепілдігі бар. Мынаны көрсете кетейін, мынау плойка. Чашты бұйралайтын зат, көрсеңіздер болады, 1900 теңге. 1900 теңге, уақыты болатын болса 750 уақытқа дейін көтеріледі. Қыздырады ғой. Чашты бірден бұйралап өзіңіздің қолайлығыңызға қарай ыңғайлы бұл.
фен ғой керек, көп сұрайтын. Мысалы, фен деген қазір жалғыз әйел адамға емес, еркек адамға да керек екен. Қыстың күні басың жуғаннан кейін киіп тұру керек болады мысалға. Мына фенді көрсете кетейін. Енді мынау 1500 теңгелік феніміз, 1500 теңге. Мына фен болатын болса, енді 2200 ваттық достар. Қараңыздар. Өте керемет, ыңғайлы, қолайлы дизайнында да мінекей Сокани деген фермадағы көрсеңіздер бол. Бір насаткісімен екен, екі өшіріп жауатын ыстық жел деген сияқты. Бұның бағасы болатын болса 1500 теңге. 1500 теңге. Өте жақсы екен, сапасы да жақсы. 1 жылдық гарантиясымен аласыздар. Мынау фендер ше, осы фендер. Мынау енді кішкентай қыз балаларға, мысалы, жаңадан университетке түскенге, ыңғайлы. Квартираға жататын кішкентай қыз балаларға негізі қажетті заттың бірі десек болады. Бұның бағасы 1600 теңге. Сосын мынау жапырылатын бағасы болатын болса 2400 теңге. Ал енді қымбат дегендері сол 5200 теңге. Мынау үлгісінен, сосын материалынан бірден қымбат себебі сол материалынан және де үлгісінен заттар бөлек-бөлек болып баға қойылады. Достар, қараңыздар, мінекей 2800 ваттық. Уақыты жоғары ғой? 2800 ватт. Мынау болатын болса 5200 теңге. 5200 теңге. Өте керемет бағада. Мынау болатын болса, мінекей 3700 теңгелік осындай үтігіміз. Қоңыр түсті көрсеңіздер болады. 2200 ватт. Ваты да жоғары. 4800 мына көк түсті. Сосын мынандай қоңыр түстісі бар, 4500, қызыл көк түсті, мысалы 4400 теңге, 3800 теңге. Мына енді лайықты, мысалға арзан болған сайын. Бір сыртынан қарағанда бір әшейін простой сияқты, бір алып көрсетейікші осыны. Мынау су немететін жері. Мынаның енді материалы жақсырақ. Өйткені бағасы 5200 теңге және де ваты 2400 ватт. Үлгісі де жақсы бұл. Түсіндірме қағазы бірден. Сосын ашылмаған жаңа өз. Мынау ауыр екен. Салмағына қартай және де сапасына, үлгісіне, светіне қартай қарайды деп ойлаймын. Мысалы, мәшіне алатын болса да, достар, мәшіне алатын болса да, оны светі қара түсті немесе ақ түстісінен, қара түстісі негізі көбінесе қымбатырақ келеді. Сол сияқты мынаны түсіне де өнегөн материалына, өнегөн салмағына қарап бағасы берілген. Енді мынау ер адамдарға, енді семьяға, семьяларыңызда мысалы 3-4 бала, ұл бала бар болған кезде негізі осындайдан біреу алып қойып семьяға, мысалы айына немесе 2 айда бір шашты алдырып сөйтетін кісілерге, мысалы 4 адам болатын болса, ол кезде 4000 теңге кетеді. 4000 теңгеге сіз 1 айда, мысалы 2 айда неметпей қойып, мысалы мынадан біреусін алып 4200 теңге тұрмысқа, семьяға істесе болады. Семьяға негізі лазым, керекті заттың бір. 2800 теңгелік бар. Одан бөлекте оптовыйда алып сатуға да болады. Сатып кәсіп бастаймын десе де. Мынаның дизайны да жақсы екен, бір алып көрсетіп. Дизайны өте керемет. Мынандай ғой. Бірден сапасы көрінеді. Жақсы. Ішінде насаткілері бар өзінің. Сол бір насаткілерін астынан көрсетіп жіберейік. Мына жарық. 5 насаткісі, 6 насаткісі бар екен достар. Сосын өзінің шнуры бар. Майы бар, тарағы бар. Тарағы мысалы бүйтіп тазалап жібереді. Тазалап жібереді. Керемет. 2,5 теңге. Бұл 2,5 теңге емес, 6000 теңге. Бұл 6000 теңге. 6000 теңгелік. Үлгісі өте керемет. Ал мынау болатын болса 4200. Бірақ 6000 теңге болса да жақсы екен, бірақ. 6000 теңге. Енді бұны менде сәл-пәл хабарым бар, осындай шаш алатыннан. Өзімде арасында хоббиім бар. Үйімде інілерімнің шашын алып тұрам.
көрініп тұр 6000 теңгеге татымды нәрсе. Бұл енді біздің Қазақстанда білмеймін қанша тұратынын, бірақ 6000 теңге тұрмайды. Одан көп тұрмаса. Мынандайлар бар, мысалы басқа модельдегі, басқа үлгі жағынан да өзгеше. Бұның бағасы 4000 теңге. Ең арзаны мынау ғой, 1700 теңге. Бұны бір ашып көрсетіп жейін. 1700 теңгеге қандай машинка келеді, шашылатын деген сұрақтар болатын шығар. Былай біреуін алып қоя салайын үйге дейтін адамдар да бар ғой енді мысалы. Қойып алып. Сондай кісілерге. Балаларым кішкентай ғой, балаларымның шашын алып берейін. Кісілер болады. Семьяға қажет қой дейтін. Бұл жерде қайшысымен, тарағымен бар екен, бұның ішінде. Тарағы, сосын майы, сыпыртқысы кішкентай. Майы бәрі бар. Сосын мына аяқтағы насақтылары. 4 насақтылар бар екен бұда. Сосын мынаны ашып көрсетіп жейін сіздерге. Өте керемет, арзан, заводтың бағасында тұрған зат болғанын деймін ғой. Үлгісі мынау. Жақсы. Міне жерге қарайды негізі. Міне жерге уатында 240 ватт дейді. Тұра береді. Бір 100 мың теңгеге. Мысалға, былай, қазір енді Инстаграм өте қатты қарқынды дамып жатқан кез ғой енді. Инстаграм ашып, осындай тек қана ерлердің шаш алатын, мысалға, сатса болады да, мысалға. Мен атымды ұмытып қалып тұрмын, қазір айтайын десемше. Инстаграмға мысалға таргет жіберіп, бірыңғай, мыналардың мысалға жаңағы 1700, мысалға 3000 теңге, 3000 теңге алдың. Қазақстанда бір 7-8 мыңнан сатсаң да, мысалға таргет жіберіп сатуға болады. 100 штук алып, бір жолата таргет жіберіп. Болмаса бүйтуге де болады. Әр қайсысынан 10-10 штуктан алып, мысалға, солайынан жіберсе. Барлығын қосып бір видео жасап таргет жіберу. Әр қайсысын. Сосын бір ыңғайлы жерге әдемілеп бір суретке түсіріп алып қойып, мысалға. Солай реклама жасап таргет жіберуге болады. Мынау енді мұрынның жүні, сосын мынау нәрселерде өте қатты алатын негізі жұрттар ше. Бұны бір жерден іздеп не қылмайсың. Өзі Инстаграмда рекламадан шығып қалады да, мысалға. Бағасы қанша? Бұның бағасы 1700. 1700 теңге мысалға. Инстаграм қарап отырдың арасына рекламадан шығып қалды. Сен барасында бұны 3000 теңге дейсің мысалға. Бұны обязательно алады. 3000 теңгеден қалтаңнан түсіп те қалып жатыр. Жаймен тұрасында Каспиймен заказ беріп жүресің. 3000 теңгеге бір 2 күннен кейін үйіңе келіп тұрады уже. Спокойно, керек нәрсе. Тұрғылықты тұрмыста мысалға. Мысалға сақал алатын, иә? Сақал алыңыз. Қазір осыны ашып көрсетейін енді. Мынау ерекшелеу екен, иә? Ішкі құрылыстарын бірақ көрініп тұр ғой бұл жерде. Бірақ дауысы енді қатты шығады. Дауысы қатты шығады. Жоқ, өзі дауысы солай ғой. Жақсы. Бұл бағасы? Бұның бағасы 6800 теңге. 6800 теңге. Оның ішіндегі мынандай өзінің пакеті бар мынандай. Тарағы бар, барлық заттары, шнуры бар, зарядтайтын. Барлық заттары толық, түсіндірме қағазы бәрі. 3/1 бұл болатын болса, енді бағасы 3200 теңге тұрады. 3200 теңге. Осындаймен айналысса да болады, иә? Инстаграм видео отырып, мысалға. Осындай заттарды алып, әр қайсынан 10 данадан, мысалға. Енді, мысалға, сіздер бір сұрақ қойып жіберейін сізге. Сіз айтып түсіндіріп жатыр, осындай бағаларын көрсетіп жатыр. Енді Қазақстаннан отырып, бір адам осы Қарғосқа келместен алдын үйінен отырып заказ бере ала ма сізге? Заказ ба? Біз тек қана Алматыға ғана логистика жағын, логистикасы ең қиын болып жатыр десек те болады. Алматыға ғана доставкасы шешілген. Өздеріңіз ақшасын барған кезде таксиге немесе Алматыға дейін жауап бересіздер. Алматыдан әрі қарай өздеріңіз енді Алматыдан әрі қарай доставкамен алдырта бересіздер. Но бірақ Алматыға дейін шығарып бересіздер, иә? Шығарып береміз Алматыға. Өте бағаларын көріп отқандай 1700, 2500 ондай бір қымбат баға емес. Әр қайсынан 10 данадан заказ беріп
мысалға үйлеріңізге Алматыға дейін алдырып, Алматыдан ары қарай үйлеріңізге заказбен алдыртсаңыздар, ары қарай үйде бос жата бермей, шамал суретке әдемілеп, жақсылап түсіріп, Инстаграмға таргет жіберіп, жекелей мысалға адам қазір сол дамыған заман ғой, Инстаграмнан көріп отырып алады көбінесе. Маркалы заттарды көрсетіп келген кісілер болатын болса, мен өзім бірден шығып, және де менің телефон нөмірімді айта кетейін, қазір ортада 8-700-247-70-21 мен нөмірім, телефон WhatsApp нөмірі осында қояды. WhatsApp нөмірі. Тек қана WhatsApp нөмірге хабарласыңыздар, звондауға мына жерде қазір Қазақстанның немнесі істемейді, сим картасы істемейді. Тек қана біз Wi-Fi менен, сосын WhatsApp нөмірменен хабарласып, сіздермен дидарласатын боламын. Мына заттарды көрсетейік, мысалы, сақал алғыштарда да лазым. Ер кісілерге керекті зат десек болады. 3200 теңге сумен жууға болады екен, бұны көрсеңіздер болады. Бағасы 3200. Неяқта 2900 теңгелік бар мысалы. Қара түсті 6200 теңге тұрады бұл. Мынаны көрсете кетейін, бұл 8300 теңге тұрады. Бұл өзінің бір несі бар сияқты, зарядтап отыратын, иә? Иә. Құрал. Ашып көрсетіп жүрейін бұны да. Сіздермен бөлісіп. Мынау тікелей мына жаққа телефонның зарядкасы болады ғой. Өзінің насадкасы бар екен. Өзінің насадкасын қойып, осы зарядкаға қоя беруге болады, иә? Өзінің сымы бар екен, неке көрсеңіздер болады. Бұл енді ролы 5 қарқынды. Қазір енді қарқын қосамыз, бірден қарқынын көбейтеміз. Мына 2-де тұр, P2 деп тұр, P3, P4, P5 деген сияқты кете береді ары қаратай. Өзінің 5 скорсы бар екен ғой? 5 қарқынды. Енді бұл қымбаттығына қарай, енді сапасы да өте керемет. Машинка үлгісі сары түсті көрсеңіздер болады. Таза темір, өнеген ауыр бұл. Ауырлығына қартай өнеген. Сіз ұстап көріңіз? Ауыр екен, иә? Кәдімгі. Жақсы дүние екен. Жақсы. Оның насадкілерін нелерін көрсетіп жүрейік. Насадкілерін көрсетейік. Қазір 5 насадкасы бар екен, ішінде сосын шнуры зарядтайтын. Парағы, четкі. Сосын мынандай майы. Бұның бағасын айттыңыз ба? Бұның бағасы 9200 теңге. 9200 теңге. Ең қымбаты осы. Сосын 3000 теңгелік бар, анаяқта 5200 теңгелік бар мысалы. Әр түрге бөлінеді. Мен бағана осылар ғой сұрап атқаным. Бұл бізде 1700 теңге тұрады. Көбісі сұрайтын 1700 теңге. Бұл сатылымға өте жақсы. Осы өтімді нәрселердің біреуі де осы. Мынау болатын болса өзім батарейкамен ғой. Батарейкасын мынаға зарядтайсыздар. Бірден қосып көрсетейін енді. Бұл не үшін 1700 теңгеге екен. Бірден қосып көрсетейін. Дауысы өте қатты шығады, достар. Сосын батарейкасын алып зарядтайсыз. Негізі сіздердің қолайлықтарыңыз үшін менің өзім жеке пікірім бұндайды алмаңыздар деп пікір етуші едім. Мен жақсырағын көрсетейін сіздерге. Сапасы жақсырақ, және де үлгісі жақсырақ, өнеген алған кезде ауыррақ, ыңғайлы затты көрсетейін. Ал енді бағанекті айтып кеттім, мен өзім сапалы затты көрсетейін, ыңғайлы затты көрсетейін деп сөйтіп айтып жаттым. Мынау 3500 теңгелік мынау болады. Мынаны енді көп кісіге мен әлгі салонда мысалы екі шетін қырып өтіп кетеді. Сондай екі шетін қырып неметіп жататын кісілерге мынау болады. Дауысы нәзік, жақсы екен, дауысы да үлгісі де, ауырлығы да кәдімде. Ұстап көріңіз. Жақсы екен. Жақсы. Сосын өнеген телефонның зарядкасымен зарядтай бересіздер. Бұлар сол бір, мынау бәрі
Бұл енді модельдері оқшамайды, кейбіреусінің мысалы мына түрі менен мына түрі екеуі тағы да басқаша. Мынау 3500 теңге, мынау 3800 теңге. Бір ерекшелігі болады бағасына қарай. Қандай ерекшелігі десеңіз, мен бірден айтушы едім, мына жерде мына құр Сокани деп қана жазып қойыпты да, ал мынада болатын болса, Сокани деген астында жазылған, мына жерден болатын болса, өзінің ана төгі қанша пайыз қалды барлығын шығарып тұр ғой. Біліп отырасың қай жерде қашан. Біліп отырасың мысалы мына 78% төгі қалыпты деген сияқты. Дәл осындай заттарменен алып, сосын ана мынау негізі екінші дүкеніміз біздің. Нақта бәрі сондай заттар бағасына қарай мысалы. Дүкеніміздің заты өте толық. Тек қана бір зат емес, бір 10 түрлі зат емес, мысалы бір шаш алатын заттан бір 30 немесе бір 40 моделін тауып. Мынаны көрсетейік, паровой үтіктер. Бұның бағасы 5200 теңге тұрады, 1200 ватт. Сосын енді үтіктеріміздің ішіндегі төресі десек болады, 13500 теңге тұрады. Мынандай алынды перде үтіктейтін, сосын алындай пастелдерді үтіктейтін, мысалы кейбір кісілер болады ғой, сондай кірпияз. Мынау 6000 теңге тұрады. Мынау. Арғартай біз салып бере алмаймыз. Алматыдан алатын. Айтып жүрсе болады ма? Алатын адам болса, сіздерден болса, бізде ондай адам жоқ. Сіздер осы жақтан салып бересіздер, да? Осы жақтан килограммына 800 теңгеден 1000 теңге аралығында болады. Ал енді көп алып жатқан жағдайда, мысалы, сіздер кәсіп бастаймыз деп өткенде бізге осы заттардың бағасын түсіп береміз деген, мысалы, сондай мен еткен. Қалай түсіп береді десеңіз, ол ана доставкасындағы ақшасын, доставкасы қосылмағандағы бағасы. Мысалы мынандай заттар бізде 9000 теңге ғой. Дәл осындай заттар мүмкін 8700 теңгеге сондайға беріп қалуы мүмкін да. Мынау 5500 теңгеге сатылымда жақсы. Сосын бізде пилисостар бар, 7200 теңгеден басталады. Атыңыз? Есім Дабыр. Дабыр? Асқаныма қуаныштамыз сіздерге. Мен айтайын дегенім, дәл осындай жас жұмыс бастаймын, сауда істеймін, өзім кәсіппеден немесе басқа да сайттардан заттарымды шығарып, сатып, өзімнің пайдамды, өзімнің кәсібімді бастаймын деген кісілер бізге өте көп келеді. Дәл сондай кісілерге біз скидка жасап беруге дайынбыз. Мынау ма? 8300 теңге бұл. 8300 теңге, 2000 ватт, 3,5 литр сапасына 1 жылдық гарантиямен. Мынау 14000 теңге, бұл литрына қарай парк қылады. 3,5 литр болатын болса, мынау 5 литр. Сосын ваттынан сәл-пәл парк қылады. Ваты жоғары заттан алыңыздар. Мынандай заттар бар, 5600 теңге. Адамай заттарды көрсетейін мұнда. Мынау 7-де 1, бағасы 10000 теңге. 7 насаткасы бар, достар. 7 насаткасы бар, өте керемет. Ваты болатын болса 750 ватт. Ваты да жоғары. Заттың 1 жылдық гарантиясымен береміз. Сосын кейбір кісілер мынандай қазандарды іздейді осындай. Донердің қабығын, нанын пісірады десек бола ма осындай. 4200 теңге бізде. 1000 ватт. 26000 теңге мынау. Ваты болатын болса 1280 ватт. Ваты да жоғар, 20 литрлік. Мынау болатын болса 36000 теңге, 30 литр. Ваты 1400 ватт. Анау 20 литр болатын болса, мынау 30 литр, 10 литр жоғар. Көлемі жоғары деген сөз. 33000 теңге дейді. Достар, қараңыздар, 1400 ватт. Ал енді мына менен салыстырма түрін анчадан жерден көріліп отырған жоқ.
Мынау 3000 теңге. 3000 теңге мынадан қымбат екен. Достар, мен қымбаттық себебін айта кетейін. Мына жерден өзінің электронның саны шығып тұрады, достар. Ал енді мынаған сөзсіз міндетті түрде бүйтіп бұрап қоясыздар. Анадаған болатын болса, сіздер қанша минут теңшей саласыздар да, артықшылығы сол жерде 3000 теңге соған қосылып тұр жоға. Бағасы сол. Мынау 18000 теңге. Негізі 18000 теңге екеуінің бағасы 35 литр. Қазір ана жақтан барған кезде көре саламыз, бағасы 18000 теңге. Мына 18000-нан не? Мен жаңылмасам 18000 теңге тұрады осы. Өйткені мына екеуінің моделі бір, мынау менен мынаның моделі бір. Ал мынау болатын болса 18000 теңге тұрады. Мынаны көрсете кетейін, 50 литр, бұның бағасын қазір айтамыз. Шамамен 1700 ватт екен бұл. 22000 теңге дейді, достар. Қараңыздар, 1700 ватт, 50 литр, көрсеңіздер бұл. Көлемі өте үлкен бұл. Жақсы екен. Мынау болатын болса, мысалы 3000 теңгелік осындай. Шашлыққа мысалы жазда ағаштың астында отырып достарыңызбен шашлық пісіріп жеп айтып кетіп 2200 ваттық, бағасы 3000 теңге, өте керемет баға. Қазандарымыз 5000 теңге мысалы. 5300 теңге, өте керемет, ыңғайлы, және де заводтың бағасымен тұрған. Ана екінші дүкенімізді бағанектеп көрсетіп, сіздерге жақсы айтып, жақсы түсіндіріп бердім деп ойлаймын. Қазір енді мынау болатын болса, біздің бірінші ас үйлеріңізге қажет, және де осы тұрмысқа, семьяға, үйге лазым қажетті заттардың іші осы дүкенде десек болады. Бізде ең арзан тепалдар негізі 2200 теңгеден басталады, көрсеңіздер. Жарты литр ваты болатын болса 600 ваттық. 2800 неке. Мына тепал 2800 теңгеге осы жерден алдым деп ешкім сұрамайды. Және де 2800 теңгелік үйіңізге апарып қойып, 7000 немесе 10000 Мынау бір тефар кәм шайнек есебінде де кете береді екен, иә? Мынау болатын болса, литрі 1,5 литр екен кәдімгідей. Бір семья чай іше береді, көрсеңіздер. Астында несімен, иә? Иә, астында мынандай немесі бар, өзінің су қайнататын. Жақсы дүние екен, иә? 2800 теңге, мынау 3000 теңге мысалы. Сосын 3300, мынау 2400 екен анау. Мынау 4000 теңге, мынау 3000. Мынаны көрсете кетейін. Мынау енді өте керемет, әдемі тепалдың бірі десек болады, көрсеңіздер болар. Қандай несімен ерекшеленеді дегенде, бірден қызыл свет және де маркасы тұр, сосын мына әйнек, достар. Жоғарғы жағы әйнек тұрады. Сапасына 1 жылдық гарантиясымен бұл. Мынау 3800 теңгелік тепалымыз. Мынау 5200 теңгелік тепал. Ал енді бұл неғып 5200 теңге дегенде, бұл таза әйнек, достар. Таза әйнек. Іші мынандай, көрсеңіздер болады. Іші жанады мынан. Бұны көрсетіп кеттік. 2,2 литр тұрады. Сосын мына жақтағы көріңіздер, бұл 7400 теңге тұрады. 3000 теңге тұрады мына тепал, қараңыздар. 3000 теңге. Гүлі бар өзінің. Сосын мына осы ортасындағы жанады. Үлгісі өте керемет, іші ашылады. Ішінен өрт атыр. Мыналар қара түсті, ақ түстіге бөлінеді. Бұл 5600 теңге. Мына екеуі. Мына екеуі 5600 теңге. Заводтың бағасымен тұр. Ал мынау болатын болса 3000 теңгелік. Өте керемет. 3000 теңгелік. 3000 теңгеге алдым деп ойламайсыз ғой, қараңыз. Үлгісі және сапасы қызыл түсті осындай. Әдемі тепалдың бірі. Сосын мына жаққа қараңыздар. Мынау енді бірегей тепал. Таза темір. Сосын мына жақта өзінің торы бар, достар, қараңыздар. Өзінің торы. Ішінде градус өлшейтін өзінің қызыл таяқшасы, темір таяқшасы бар екен, достар, қараңыздар. Бағасы өте керемет.
Mына жақта көрсеңіздер болады. Әдемі. Өзі үлгілері өте керемет. Мынау да дайник, мынау да дайник. Мынаны көрсете кетейін, 3000 теңгелік осындай. Мынау да жақсы. Күлгін светтегі. Свет беріп тұрады астында, мысалы. Сіз бірден төкке қосқан кезде өздерінің реңі өзгеріп свет береді. Мынау негіздер дәу қамыр илейтін. Негізі кухняға, сосын асқаны ашатын кісілерге лазым заттың біреусі 13 литр достар. 13 литр. 13 литр бұл 6 қарқынды. 6 қарқынды ваты болатын болса 2000 ватт. Мынаны таныстыра кетейін, 36.000 теңге. 1200 ваттық 3/1. 3/1 қандай 3/1 десеңіздер, мынаны көрсеңіздер, мынау жеміс жидектің шырынын езіп беретін, мынау болатын болса етті ұнтақтап шығарып береді, мынау ұн илейді. Мына сыртына жаққан ғой. Мынау 36 теңгеге кәдімгі екен, жақсы екен, иә? Ше, бұның 3 ролы бар ғой, бір станокпенен 3 түрлі қызмет атқарады. 11.000 теңге. 4 литр, сосын 500 ваттын жоғарысынан алыңыздар деп мен дайын айтам достар. Ваты жоғарысынан алыңыздар. Ваты мысалы 2000, 3000 немесе 3500 менің өзім жеке пікірім. Және де бағалы затқа, бағасы қымбат затқа алыңыздар, маркалы затты талдаңыздар. Мынау 10.000 теңгелік. Әсел пеш деп қояды екен кейбір кісілер, әйел кісілер. Бұл кофе, чай, сосын мына жақтағылар тамақ, жеңіл-желпін тамақтарды жасап таңғы асқа негізі. Бұл 10.000 теңге, иә? Иә, 10.000 теңге. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Енді осы МСПС-ге келіп, осы сіздермен танысып жатқаныма қуаныштым. Әрине бір сұрақтарым бар, сол жайлы қоя кетсем сіздерге. Сіз есімін айтып таныстырып жүрсеңіз? Бұл кісінің аты Джин, мистер Джин деп шақырсаңыздар болады. Джин Мұрза десеңіздер болады. Осы ИУ сауда орталығының хозяйны осы кісі, баста осы ИУ сауда орталықты салдырған осы кісі. Қазір өз жерде. Сол кісіменен сұхбаттасып отырсыз. Осындай сұрағым бар, Джин Мырза. Осы МЦПС-ге келетін адамдар және сол кісілердің ИУ сауда орталығына деген ықпалдылығы қандай мысалға? 目前进合作中心的话，人数一天也就个3-4千吧。目前来说，人流量还不多。那到义乌来的应该也就是1/4左右。Алдымен енді қазіргі мезгілге қарағанда бір 4000 адам кіретін шығар дейді. Жалпы МСПС-дің ішіне дейді. Ал енді осы ИУ сауда орталығына кіретін адамдар 4/1 дейді. Пайыз айтып отыр, 4/1% адам кіреді дейді. Осы Қытай мен Қазақстан Республикасының екі бағыттағы саудаға қалай қарайсыз? 现在的话，中国的话呢，它已经电商已经是非常成熟了。然后呢，中亚这边呢，它电商刚开始，而义乌呢，我们有一个10几万平米的一个商城，你到时候我们把整个义乌的商城把它打造成为是个品牌商城。Әзіргі мезгілде біздің осы ИУ сауда орталығы және де Қытайдың мына тор бет жайлы сауда істейтін ықпалы өте көп және жоғары дейді бұл кісінің айтқан сөзі. Сосын мына ИУ сауда орталығында 10.000 квадрат шаршы метрге дейін сондай жер бар дейді. Алматы мен МЦПС-ге қалай конкурент бола алады? 我们的优势应该会远远大于阿拉木图，因为我们的所有的品牌都是直接来自于工厂。 біздің Алматыға қарағанда ықпалы жоғары тұрады дейді. Өйткені біз тікелей зауаттан келген, осы МЦПС-ге зауаттың адамдары келіп дүкен ашқан дейді. Сол себептен жоғары тұрады дейді. 我们为什么要打造品牌商城？就是因为
杭州它是一个直播之都，杭州有100-200万的直播人员，所以我们要在合作中心里面做供应链品牌，让中亚的更多的年轻人可以到这里来创业。他就是身上只要有一点点资金，他就可以跟着我们来创业，发家致富。қазіргі мезгілде осы біздің Қытайда Чунчин қаласында негізі әлем бойынша бірінші деңгейде мына тікелей эфирде зат сатып жатқан бірінші қала дейді. Және де зауыттың заттарын осы жерден біз маркалы бренд заттарды осы жаққа, осы EU сауда орталығына шақыру бағытында осы жерге қазір маркалар кіріп жатыр дейді. Кәсіп бастайтын балалар болса, мысалы, азырақ ақшаларменен кәсіп бастауға жол бар дейді, бағдар бар дейді. 包括您刚才看过的那个苏卡尼，然后呢， сіз көрген Сукани деген фирма бар дейді ішінде. 这个月底我们还有7-8个品牌会入驻，而且都是品质好，价格很实惠。 Осы айдың соңында енді бұйырса 7-8 фирмалар кіреді дейді сондай. Уже ана жақта бастап ремонт жасап жатыр, көрдіңіз. Бағасы арзан, тікелей зауыттан келген тауарлар сол емсепесін және де осы EU сауда орталығының ішінде бірлеспе сауда жасайтын болады олар. Бағана көрініп тұр, осы EU сауда орталығының ауқымды дамып келе жатқаны көрініп тұр да, бұл жерде астында ремонттар жүргізіліп жатыр. Мысалға Джин мырзаның қол астында қанша адам жұмыс істейді сол жайлы мысалға сұрақ. 我们有我们的库管，有我们的物业，有我们的工程部，有我们的直播团队，我们分为5-6个团队，还有我们的安保部，总共有30几个人。但是呢，到1年以后，我们可能会壮大成为100多人。 Қазірге бізде 30 неше жұмыс істейтін адам бар дейді. Оның ішіндегі өздерінің жұмыс режимі, мысалы, тікелей эфир жүргізетін және де мына складқа қарайтын адамдар, өнегөйін есеп беретін адамдар және де құрылысқа жауапты болатын адамдар сөйтіп 5-6 түрге бөлінеді дейді. Алда жұмысыңызды тағы да ауқымды жоспарда қандай дамытқыңыз келеді мысалға? Алдағы жоспарыңызда? 我们现在打造的模式等于是我们会建自己的网站，而且我们会建自己的直播团队，包括是达波一样，他也会把他所得到的一些经验跟他的同事一起，让更多的中亚的年轻人可以到我们这里来实习培训，甚至直接在我们这里因为我们有供应链，我们有非常多几千上万100万种商品，直接在这里做他们的销售直播，在这里能够挣到钱。 біздің қазіргі істейтін мысалы біз тікелей эфирді қолға алдық, сосын Alibaba сияқты, Taobao сияқты сондай өзіміздің жеке тор бетіміз болады. Азияға арналып, Азия елдерінде, мысалы Орта Азия елдерінде Қырғызстан бар, және де Өзбекстан бар, тағы да Стан елдеріне, және де Ресей, Украина деген сияқты мысалы ТМД елдеріне барлығына бір 7 тілде арналған, өздерінің әр ұлт өз тілін жақсы көреді, әр ұлттың тілінде сондай сайт құрылып жатыр бізде. Сол жоспарда және де сол бағытта біз жұмыс көрсетеміз. Бүгісін айтайын дегені бізде зат бар дейді. Зат қалай дегенде тікелей зауыттың адамдарымен селбесіп отыр. Жай ғана мысалы сатушыменен, Қытайдың сатушысыменен немесе сатып алушыменен ортада адамдар бүйтіп сіз бірден Қытайдың маркасын осы жаққа көре алатын бағытта жұмыс жасағалы отыр бұл кісі. Көріп, қолмен ұстап, затты сезінетіндей бағытта. Иә. 因为我们跟其他的做直播的不一样，其他的做直播的可能就是一个小房间，几个样品。但是我们这里，我们有一个13万平米的商城，我们是有实体店。你中亚5国的客人，他如果需要了解商品情况，他可以直接到我们这里来，直观的看到我们所有的品牌商品。
Қазіргі мысалы біздің істейтін тікелей рефер бағыты да оқшамайды, және де сататын заттардың түрлері де оқшамайды дейді. Мысалы бізде өте көп зауыттар кіріп, осы өнімдерін және де осы маркалардың брендтерін қоятын болады, және де үлгілер мысалы. Сіз ана модельден бір ғана модельден мысалы 103 дүкен алмайтын шығарсыз, сіз бір дүкенге келетін болсаңыз. Сіз яғни бір түрлі заттан 10 модель немесе 100 модельге дейін тауып, мысалы бағанекте біз Соканидің дүкенін көрдік, үстіде бір машинканың өзінде 30 неше модель, бағалары яғни 1500 теңгеден, ең қымбатының өзі 9200 теңге. Ол кәсіп бастаймын деген кісілерге және де маркалы, сапалы, ең төмен зауыттың бағасымен тікелей алып, өздерінің жұмыс ашып кетуіне, жұмыс бастап кетуіне ықпал етеді, және де өздерінің ақшасын тауып алады деген бағыт біздік. Тікелей рефер арқылы және де осы Қазақстанның немесе Орта Азияның қазір бұл кісі айтады, қандай айырмашылығы бар. Ал енді Қытай жаққа қандай осы Орта Азияның заттары керек па деген сияқты, мысалы, сол бағытта әңгіме болады деп ойлаймын. Мысалға қазір Қытай нарығы былай әлемде бірінші орында деп айтсақ та болады. Себебі Қытайдың нарығы қазір қай Испания, Португалия, или Франция, или Америка, қай Еуропаның қай қаласына барсаң да Қытайдың затын любой жерден табуға болады. Любой жерден табуға болады. Мысалға сіз осы Қазақстанмен ғана шектеліп қалмай, басқа да дүние жүзімен сауда-саттыққа, нарыққа шыққанды қалайсыз ба, мысалға? 我们现在在做的就是把中国的品牌引流到中亚乃至更远的更多的国家去。 Қазіргі біздің бағытта сол марканы, Қытайдың маркасын осы тікелей Орта Азияның елдеріне және де тіпті де көп елдерге бару үшін істеліп жатыр дейді. 包括我们现在跟哈萨克斯坦的爱基银行合作，就是帮助更多的年轻人能够致富。如果是年轻人资金不够，银行直接可以给他们贷款1100万间隔。 Әсіресе қазіргі сербестігімізде біздің Алтын банк бар, мысалы. Қазақстанның Алтын банкісіменен тікелей осы біздің EU компаниясы сербестік істеп жатыр. Ал енді сол марка кірген кезде, ал енді кәсіп бастаймын деп ақшасы жоқ, небір түрлі жас балалар келеді, мысалы, ойы бар, қолында ақшасы жоқ балалар келеді. Соларға, сол біздің компаниямыздың атынан және де Алтын банкінің екеуінің сербестіктің маңызды сол жерде, мысалы, оларға ең төмен пайыздағы кредитті беріп, өзінің жұмысын бастауға көмектеседі. 10 миллион теңгеге дейін сербестік жасап, өзінің жұмыс бастап кетуіне көмектесуге бағдар сербестік жасап жатырмыз. Яғни кез келген Қазақстан азаматы Алтын банк арқылы, Алтын банк арқылы келіп, мысалға ю сауда орталығымен қандай да бір бизнес бастағыңыз келсе, бағанағы айтып өткендей, мысалға шаш алатын, или болмаса әйел адамдарына, мысалы микроволновка, жаңағыдай өте қандай да зат болса да сауда қарым-қатынас жасайын, бизнес ашам, менде идея бар, бірақ ақша жоқ дейтін болсаңыздар, осындай даже мына Джин мырза Қазақстанмен Алтын банкпен осындай қарым-қатынас жасап қойған, даже сондай тиімді адам баласын, сондай тиімділік жасап қойғанда бірге контрактпен отырып 10 миллионға дейін кредит бере алады, және бұл жердегі Сокани фирмасынан, бұл кісілердің айтуы бойынша, бұл жерде Сокани фирмасы тікелей заводтағы бағалармен қойып отыр. Бұл жерде келіп, көріп, бұл жерде қалай айтсам болады, келіп, көріп, және мысалы сатып алу ниеттеріңіз болатын болса, ол кезде сіз мысалы жұмыс бастайтын ниеттеріңіз болса, ең алдыменен мысалы мен өзімнің жеке ойым және де пікірім, бір 100 мың теңгемен келсе,
сіз алдыменен базардың қалай екенін бір мысалы бір затты сатсам оның базардағы алушы соны қажет ете ма деген сияқты нарықты сіз тексеріп алуыңыз керек. Сосын екінші бағытта нақты затты қандай затты сатамын деген сияқты мысалы өзіңіздің ойыңызда графа болады. Сөнеген сол бағытта келіп іздесеңіз сіздің затыңыз және оның ішіндегі тарамдары бар. Мысалы сезонға қарайтын немесе сезонға қарамайтын. Ол 12 айда да мысалы сатылымға, семьяға мысалы үйге қажетті заттар болады. Солар келетін болса мысалы нақ іздеп, Жин мырзаны іздеп немесе мені іздеп келетін болса, осы ИУ сауда орталығындағы өзіміздің сатылымға жақсы заттарымызды таныстыратын боламыз. Ол сезонға қарамайтын, қалай қарамайды десеңіздер, мен осы 2019-дан бастап бері Қытайменен сауда жасап келе жатырмын. 2018-де мен өзім Қазақстанға өткем. 2018. Сол кезден бері Қытайменен және оның алдындағы жылдары мысалы 2017 жылы мен Тему деген маркадағы компьютердің экранын өткізіп жүрдім. Ойыс экран. Сол кезде бастап жұмыс істеген, содан бері келе жатқан өзімнің тәжірибемді келіп іздеп келген кісілерге мен өзім бөлісетін боламын. Яғни кәсіпті бірден нөлден десек де болады негізі. Мысалы азғантай ақшамен бірден бастаған, қалай тез жол өнеген нарықты қалай тексеру, мысалы саудада қандай жолдар болады, екі елменен сауда істеу қалай болады деген сияқты барлық сұрақтарға мен ол кісілерге жауап беретін боламын өзім. Жин мырза да қолдайтын болады. Енді мысалға Қытайда әрине шикізаттар жеткілікті, бірақ Қазақстан мемлекетінен де керекті шикізаттар болып қала ма? 完全可以。你刚才说到的那个双向贸易，在我们中午吃午饭的时候，因为杭州是中国最大的直播基地，中午吃饭的时候，我朋友就发微信过来了。我朋友的在杭州的直播基地有200万平方米，然后呢，他希望就是把中亚的一些优质商品在我们这里展示，然后通过杭州把它推向整个中国，因为中国有14亿人口，所以只要我们把这块做好，我们可以让非常多的中亚的做食品的企业跟我们达到一个合作的高潮。бұл кісі айтады, бағаникте алдында тамақ ішіп отырған кезде, түскі асқа отырған кезде менің Ханчжоудағы досым, яғни осы тікелей рефер бағытында Орта Азияның немесе басқа елдердің азық түлігін қалай Қытайға жеткізіп, осы ИУ сауда орталығында бір көргізбе болса, заттардың көргізбесі болса. Айта кетейін, Қазақстанның шағын, мысалы, өндіріс орындары болатын болса, осы ИУ сауда орталығымен және де орта дәрежедегі өндіріс орындары болса, негізі келіп, заттарын алып келіп, Қытайға өткізетін заттары болатын болса, бізбенен екі бағытты селбесіп, өткізіп, және біз сатылуына барлығыне көмектесетін боламыз. Бағаникте айтып отырғаны бұл кісінің сол Ханчжоудағы сербестік жасап отырған адамы және де досы болады екен. Сол кісі қай кезде келеді, қай мезгілде осы Қазақстан немесе Орта Азияның заттары біздің Қытайға кіреді деген сияқты. Чунчин қаласына кіріп, біз қалай соны халыққа білдірсек, шетелдің ішпек жемегін деген сияқты. Сондай пікірлер айтып жатыр бұл кісі. Сұхбаттастық, әрине көрермендер көретін болады. Көрермендерге жақсы керекті жауаптарды айттық деп ойлаймын. Сізбен танысқаныма қуаныштымын, Жин мырза.